Мына құрт жауып тұр бүгін, мынаны қара туғандар. Алайда жаңбыр аралаш құрт жауды. Мұндай видео социалдық тармақтарда тарап жатады. Аны алғаш Айжамал Майрамбекова аты қолданушы Facebook'a жүктеген. Бирок видеоны өзі сартқан емес. Біз анымен байланышқанда аны жердештерінің WhatsApp тайпасынан алғандығын айтып берді. Тасманның авторы Бүлөл айының тұрғыны Қанчыбек Нияшев. Ал медиаға бұларды айтып берді. Біз Ошқа барып Оğuzачардан келе жатып, saat 11'lerde Lölün içinde şu asfaltta gelen şu kurtlardan payda olganın gördük. Biz oyladık hele şu asmandan jağan okşaydı. Yok, asmandan jağan emes bu. Eğer asmandan jağanda üylerdin üstünde aylanasında boruş gerek öyle. Bu sudan çıkan, yerden çıkanı belgisiz bırak görüp şu şeriflerim var, şeriflerim benden koşa sürekli tartıp video kılgan biz 21. martele. Ana jamgır erteden başta öyle azıraktan sevilip atkan. Biz video boyunca bir neçe agronomның комментарий алдық. Алардың айтымында құрттар жамғыр менен қоша түспейді. Күн қылықтың же шерендінің астында жаған жап, су қаптап кетсе жолға жайылып кетіші мүмкін. Ошмунун окутуучусу Рахима Муратова жаз келип күн жылый баштаганда топырақтың астында құрт құмырсқалар жанданарын айтады. Мындайда катуу жаған жамгыр топыракты ое коет да кала-калаба құрттар жер бетине чыгат. Өзү негизи топырактагы ошол жашаган құрт құмырсқалар бардыгы эле баягы топырактын түйүнөн аба алышат да. Мисалы жер борпоң болгондо өсүмдүктөрдүн тамырлары болот. Анан құрт құмырсқалар кирип чыгат. Ошол чыкканда булар канал создавать этет да, мындайчы. Ошол канал анан акырын жамгыр жааганда жамгыр өз негизи абаны алып келет да. Эгерде жамгыр өтө каты жааса, анда уплотнение почвы деп коет. Топурак эме болуп калат. Уплотняться этип калат да, аба жетпей калат. Ошондо да чыгышы мүмкүн. Бирок азыркыдай чыкпайт. Бул азыр жамгырдын гана негизинде чыгып аткан нерсе. Именно ошол бир түр құрт құмырсқалардын личинкаларынан жұмыртқасынан чыккан личинка ушундай болуп калды. Ал эми аба жетпегенде ар түрлүү эмелер чыгышы мүмкүн. Еске салсак, буга чейиндагы Кытайдан жамгыр менен кошо курт жаады деген өңүттө фейк маалымат тараган. Биздин редакция аны текшерип чыгып, чынында видеодо курт эмес теректин гүлдөрү тартылганын аныктаган.